Армағайын күнмен түн теңеліп, жақсылық келіп, әз наурызымыз келді. Бүгін ел не демейді студиясында ерекше шығарылым. Дұрыс айтасың. Бір жасымыз құтты болсын ағайын. Бүгін расымен бізде мерекелік шығарылым, мүлдем негатив айтпаймыз. Саясат, шоу-бизнес тақырыбын қозғамаймыз. Тек салтымызды дәріптеп, әннен шашу шашып, би билейміз. Бір сөзбен той тойлаймыз дейсің. Иә. Қазақта бір әдемі салт бар, тұсау кесу деген. Бүгін студиямызда кішкентай Мединаның тұсауын кесеміз. Ендеше бастаймыз ба? Бастайық. Қош келдің студиямызға, Медина. Қандай тәттісің сен? Қазақтың салтының төресі деп жатады ғой, тұсау кесер рәсімін. Ендеше, осы бір кішкентай ханшайымымыздың жолы ашық болсын деп, тұсау кесер рәсімінен бастайық деп тұрмыз. Бүгінгі мерекелік шығарылымда. Уатқа не үшін ала жіппен аяғын байлап тұсауын кескенмін? Өзің түсіндіріп өтсін. Себебі өмір ақ пен қарадан тұрады, және баланың қадамы ақ болсын, жеңіл болсын деп, жүрісі шапшаң, пысық, дұрыс жолмен жүретін адамға кестірген. Уатқан өзің кесесің ба? Менің естуім бойынша тұсауын еркек адамдарға кестірген деп. Жол ашық болады деген. Жол ашық болады деп. Енді рұқсат болса, тұсауын кесейік, бисмилля деп, содан кейін үлкен әжеміз бар, әжеміздің жолын берсін деп, әжемізден бата аламыз. Бисмилля. Оппа! Қадам құтты болсын. Тәй, балам. Тәй. Ал кеттік кәне. Тәй. Бәрекелді. Қадамы оң болсын дейміз. Медина, қараш, Медина. Медина, қара. Қара. Медина, әй. Әнші боласың ба, биші боласың ба? Мамасы дәрігер болсын деп дәрігерге қарай жүгірді. Дана болама, я? Дана көй. Домбыр аласың ба? О, міне дәрігер боламын. Бәрекелді. Кәне, апа? Қадамы оңнан болсын дейміз. Ендеше тұсау кесілген ханшайымның жолы ақ болсын деп үлкен анамыз бар. Әжемізден бата алайық. Ал кішкентай ғана менің құлыншағым. Жүретін жолың ұзақ болсын, мінетін тауың биік болсын, жанатын жұлдызың жарық болсын, бақытты бол. Мен айтқанымыз келсін. Әз наурыздың тарихы 5000 жылдан асады. Бұл мереке наурыздың 21 мен 22 аралығында күн мен түн теңелген кезде тойланады. 2009 жылы ЮНЕСКО шешімімен халықаралық мереке мәртебесіне ие болды. Қазір әлем бойынша 300 миллионнан астам адам атап өтеді екен. Шынымен де. Наурыз атының өзі айтып тұр ғой, жаңа күн деген мағына береді екен. Жалпы бұл жай мереке емес, бұл жаңару. Бұл өмірдің қайта бастауы. Бұрындары енді адамдар тіпті ескі киімдерін өртеп, киім кешегін жаңалап жатады дегенде де естіп жатамыз. Бұл жаңа өмірдің бастауы деп түсінеміз. Бұл тазалықтың, жаңарудың, жаңа өмірдің нышаны. Ескі өкпе реніштерін ұмытады, туыстармен көрсет, бақытты апа. Жастау кездеріңізде енді ұлыстың ұлы күндері қалай тойланып жатты. Бүгін енді қонағымыздың ең қариясы, қарты өзіңіздің. Кешегі наурыз бен бүгінгі наурыздың айырмашылығы бар ма? Біз бұрын әлгі совет үкімет кезінде тұрдық қой. Мен мысалы да өмір бойы осы мәдениет саласына жұмыс істеп келе жатырмын. Тәуелсіздікті алғаннан кейін ғана біз наурызды өткізе бастадық. Бұрын мен ойлайтын, наурыз ол русская масленица, только аударылған қазақша деп. Көрдіңіз ба қалай? Қазір біз қандай дәстүрлерді білеміз. Қазір наурызды енді керемет өткізіп жатырмыз. Ең басында мен ол кезде жас қызбын, шашым ұзын, осындай қазақ ұлттық киімді киіп алып, сахнаға шығып, бірінші көрсеткеніміз рәсімдерді көрсете бастадық. Шашу да шаштық, келінді де түсірдік, бесікке де бөледік баланы, тұсау да кестік, көрсетпеген нәрсеміз алмады ғой. Өзім мен Павлодардың қызымын. Павлодарда орыс халқы көп та, қазақтар аздау. Сондықтан наурыз басталғанда біз мысалы да қазақ халқы ерен қуанды ғой. Бәрі үйіндегі бәр нәрсесін далаға шығарып, көрпелерін, жастықтарын, осы сырмақтарын, сандықтарын түгел үйден әкелді ғой. Ол кезде оформление мынандай жоқ қазіргідей. Ол кезде түгел бәр халық қуанып,
көптен сағынған, әбден аңсаған мейрамы болып шыға келді ғой мына наурыз мейрамы. Қазір қолымызда бәрі бар, неше түрлі ыдыс та бар, тағам да бар. Ал ол кезде ондай болған жоқ. Бірақ та көңіл болды, көңіл күй, бәрі қуанып, өзіміздің тойымыз, өзіміздің берекет. Шынымен де қазақтың ең ұлы мейрамы наурыз мейрамы деп жатырмыз ғой. Жалғыз ұлттық мейрамы дейді ғой. Бүгінгі ел не демейді шығарылымы ерекше болайын деп тұр. Өйткені студиямыздың да қонақтарын өздеріңіз көрдіңіздер, ерекше қонақтарымыз келіп отыр. Соның ішіндегі астын түртіп тұрып, сызып тұрып айтатын бір қонақтарымыз бар. Жұлдызды қонақтарымыз, жұлдызды жұп қонақтар дегенді көбінесе дуэттерді, әншілерден естіп жатамыз ғой. Ал бұл дуэт музыканттар дуэті десек те болады, иә? Қос перне. Нағыз ұлттық құндылықты дәріптеушілер, иә? Көзіміз сүйсініп отырмыз екеумізге қарап. Бірі биші, біреуі музыкант. Иә. Бүгін енді наурыз мейрамы, ұлыс мерекесі деп жатамыз. Барлықтарыңызды мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді рұқсат болса, қазір әрқайсысына жеке-жеке арнап шығарылымдарын деп отырмыз. Иә. Дұрыс айтасың, Уатхан, интернеттен мынандай қызық ақпаратты оқыдым. Бірнеше жыл бұрын келтірілген дерек, дегенмен әлі де бұл көрсеткіштер қатты өзгере қоймаған шығар. Қазақстанда наурыз есімімен аттас ұлдар арасында 1419 адам бар болса, 2941 наурызбай, 266 Наурызхан, 3104 Наурызбек, 49 Наурызжан, Наурызәлі есімімен 9 адам аттас екен. Қыздар арасында Наурызгүл есімімен 110 адам, Наурызбеке есімімен 15 адам аттас. Біздің келесі қонақта наурыз айында туған, есімі Наурызбек, әрі біздің әріптес журналист екен. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Біз енді қазақтардың фантазиясы ерекше ғой. Қандай бір мейрам болса, соны атына қоя береміз. Өткенде конституция қабылдап жатқан кезде естіген шығарсыздар, ата заң деп қойды ғой бір сәбиімізге. Дегенмен енді Наурызбек деген бір ерекше есім секілді. Қош келдіңіз. Өзіңіздің енді өміріңізге әсер болды ма Наурызбек деген есім? Қош көрдік. Баршаңызды мейраммен құттықтаймын. Рахмет. Енді мен дүниеге келген кез бұл 92 жыл, 21 наурыз. Тәуелсіздік апамыз айтып отыр жаңа. Тәуелсіздік алғаш алған кезімізде бастап наурыз тойлана бастады деп. Мен Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында дүниеге келдім, Шайдан ауылында. Сонда менің әкем су шаруашылығында жұмыс істейді. Анам толғатып мені босанып жатқан кезде, сол уақытты дәл мезетте наурызды алғаш рет тойлап жатқан кез екен. Иә. Облыс бойынша, сосын ауданымызда да алғаш рет тойланып отқан кез. Сонда ауданда киіз үйлер тігіліп, ұжым әрқайсысы жеке-жеке киіз үй тігіп, сонда менің әкем қуанышты сүйінші жаңалығын айтып, осындай ұлды болдым деп, шекесі торсықтай ұл келіп, дүниеге келіп деп, сондай қуанышын бөлісіп отқан кезде, сонда киіз үйдің ішінде ақын жыршылар, термешілер, солардың барлығы естіп, батасын беріп, сондағы менің әкемнің бастығы су шаруашылығының аудандық, сол кісі менің есімімді қойған екен. Наурызбек деп, содан бері сол есімді арқалап келе жатырмыз. Енді байқасаң, Наурызбек біздің әріптесіміз, журналист. Түркістан газетінің тілшісі, қателеспесем. Енді қоғам арасында, халық арасында көп жүресіз ғой. Біздің халық қазір осы наурызды тойлату үрдісіне көңіліңіз тола ма? Қазір жақсы тойлатып жатырмыз ба? Жалпы қазақылыққа бет бұрды, халық, байқайсыздар ма? Жақсы, мен негізі бұл тақырыпта енді сіздердің әріптестеріңіз болғанын бірнеше рет көтердім. Этнографтармен сұхбаттастық, мәдениеттанушылармен, тарихшылармен сұхбаттастық. Мысалға Жамбыл Артықбаевпен, сосын Бердал Оспан деген мәдениеттанушы, тарихшылар ағаларымызбен мен пікір алаңын ұйымдастырдым. Сонда Жамбыл Артықбаевтың айтатыны бар. Кезінде тарихи деректерге сүйене отырып, сондай 10 күн тойлайтын болған, негізі бір ай бастап тойласақ болады дейді. Себебі бұл ұлыстың ұлы күні дейді. Ұлыс деген моңғол түркі халықтарында мемлекет деген ұғымды білдіреді. Яғни мемлекеттің ұлы күні деген сөз мемлекеттік мереке деген сөз. Сондықтан осы мемлекеттік дәрежеде енді президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұйытқы болуымен қазір наурызнама деп 10 күн тойлап жатыр. 10 күндігі басталып жатыр. Бұл негізі тарихта болған екен. Кезінде 9-шы күні 10 күндей тойлап, 9-шы күн той тарқар деп жасап кәдімгі. Ертеректе наурыздың келгенін жәндіктен, жануардан балық білет деп
мысалға патшалар керсенге су толтырып құйып балықтарды жаңағы аулап әкеп, сонда балықтар наурыз туғанды жаңағы шалқасынан жатады дейді. Соның барлығы жаңағы содан бастап той басталады дейді. Тағы бір тарихи дерек қызық. Ертеректе дейді, бұл енді неолит дәуірінен бастап өздеріңіз жаңа айтып отырсыздар ғой. Бұл ерте жаңа тас дәуірінен бастап тойланып келе жатқан мереке. Нұх пайғамбарға қатысты айтылады. Сонда бір тарихи деректе бұны ежелгі грек тарихшысы дейді, Квинт деген. Сонда Ескендір жорығы деген тарихи деректердің бірінде мысалға 365 өнерпаз адам, өнерпаз бозбала ортаға шығып би билейді дейді. Жаңағы өнер көрсетеді. Тек қана би емес. Сосын 365 күй тартылады дейді. 9 күй шығып дейді. Сосын бір бақсы шығып 9 күй тартады дейді. Жаңағы анау күн баста жаңағы жалау тігіледі дейді. Соны секілді ертеректен қалған мереке. Соқтан біз осы сонау қаншама ғасырлардан бері бердің келіп ұмытылмай қайта жаңғырып жатыр ғой қазір. Сол әлі де жаңғыра түседі деп ойлаймын. Себебі мысалға анау Шахановтың айтатын сөзі бар ғой, өлеңі бар, наурызға ода деген. Кезінде қанша ғасыр сән берген даламызға өзгеше бір ән едің байта келдің. Сәлем наурыз, сен біздің арамызға 62 жылдан соң қайта келдің деп. Сол 62 жыл бойы тойланбай қайттан бұрынғы көне дәстүріміз қайта жаңғырып жатыр. Бұл енді өте бір қуанышты сәт. Әрі батыстағы жұрт ертерек бастайды, бізге қарағанда. Көрісу, амал мерекесі бар оларда. Амал мерекесінде негізі тарихы ертеректе жатыр. Бұны Нұх пайғамбардың несімен дәуірімен салыстырады. Бұл сол кезде мысалға Хамал деген айды Мұхаррам айымен несейді, сол кезде сол дәл наурыз айына келеді дейді. Қазығұртта кеме қалған деп Мәшһүр Жүсіптің деректерінде осы кездеседі. Яғни бұл тек қана батысқа тән емес, жалпы көрісу ертеректен бастап батыста сақталған ғой бұл. Керемет әріптесіміз кәдімгідей тың деректерді кіріспесін әдемі келтіріп айтып берді деп ойлаймыз. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Ұлыс мейрамы құтты болсын сізге. Отбасыңызға амандық, арман мен мақсаттарға жете беріңіз. Ал біз жалғастырамыз. Сонымен апа, неге тоқма тоқып отырсыз? Бұл енді әжелеріміз үйретіп кеткен нәрсе ғой. Ұмытуға болмайды. Мен былтыр сумка тоқып үйрендім. Көп, 17 ма, 18 ба, сол көп тоқып қойыппын. Жолдасым ренжіді. Үйдің іші толған жіп, или әкет, или мен түгелін лақтырып тастайын далаға деп. Сосын немерем, онда ұл бала немере бар. Соған айтам, жүрші мен саған үйретейін. Менің вообще әкем де, шешем де қол өнерді жақсы болған, сондай сырмақ сыратын. Содардан қалған ғой енді. Өзім өте жақсы көрем. Қазір ана перинатальный центр болады ғой, бір жас балалар, шала туған балаларға қазір нәски тоқып апарады. Сондағы чисто қойдың жүнінен. Сонда одарға аяқтарына массаж сияқты болады екен, сонда балалар жылдам жазылып кетеді екен. Қыштады ғой, қан айналымы жақсарады. Содан көп, сонда біз қазір соны жиі апарып отырамыз, жүнінен тоқып балаларға. Ол да бір жақсы нәрсе ғой негізі. Бірден көзіме оттай басылды, өзімнің басында мынандай ауылдың баласымын ғой еді. Әжем де, анам да ауладағы итті арнайы тарақпен тарап жүнін түтіп, сосын тоқма тоқып, нәски тоқитын. Сонда сенетін емдік қасиеті бар, аяқтарын жылы жүреді деп. Күшті. Жүннің пайдасы көп қой енді, айта берсек. Айта берсек, жүннің пайдасы. Нағыз медитация деп те айтуға болады, дұрыс айтасыз. Отқан жақында ғана мен бір керемет ұжыммен таныстым. Жошы этнофольклорлық ансамблі. Сол ансамбльдің бір өкілі біздің бүгінгі студиямыздың қонағы. Қолыңыздағы аспап ерекше екен, гитара мен домбыраның гибриді сияқты. Қарасаң гитара сияқты, былай қарасаң домбыра сияқты. Сіздерше қалай енді деп. Бұрын көрмеген аспап екен бірақ. Домбыраның атасы сияқты. Әрине. Дұрыс солай, Қош келіп жатырмыз. Наурыз мерекесі құтты болсын. Қолымдағы бұл аспапты таныстыру алдында өзімді таныстырып жайын алдымен. Мен атым Бағдар Жарқынұлы, 23-те Атажұртқа келгем. Мына Іле аймағы дейді, Шыңжаңның Іле аймағы Қоққамыр деген сахарасында дүниесін ашқам. Мен өнерлі отбасында дүниеге келдім. Әлгі біздің туыс-туғанымызбенен
негізі өнерлі болды. Барлығы кез келген домбыра тартады, ән айтады. Менің әкем соның ішінде салсер болған адам. Менің де осы өнерге бағыт алып келуім және де үлкен атам күйші болды, актер болды. Ол кісі мықты ақын, талайлаған әндері жарыққа шыққан. Сол атамның сол өнері дартыма деп ойлаймын. Күні бүгінге шейін осы қазақтың осы дәстүрлі өнерлерін жалғастырып келу мен бір себеп болған. Қазіргі таңда міне барбыт деген аспапты насихаттап, сол Жошымен бірге орындап жүрміз. Талай сіздер де көрді деп ойлаймын. Бұл барбытта біраз шығармалар жазылған, жоғалып кеткен қазақтың байырғы аспаптарына негіз етіліп, әрбір сол ерекшеліктеріне қаратай тамаша шығармалар жазылған. Соны халық арасында орындап та жүрміз. Бұл аспап енді былай айтсақ, сонау 2-ші ғасыр деп айтылады енді тарихтамасында. Қытай өңірінде филармонияда Сұлтанғазы Ескендір деген ақсақал атамыз бұл аспапты дүниеге алып келуші. Ескі деректерден, жазған деректерден негізделіп, бұл сол жақта талай ұсталған Жетісу өңірінде. Ал енді былай айтсақ, бұл Үйсін өңірінен бері қарай қазақтың орта жазығына таралған, кеңінен таралған тарихы сондай бір қызық, керемет, тартымды сондай бір аспап. Бұнымен жырау айтатын болған ерте кезде, бұнымен кәдімгідей жыр айтатын болған сондай бір киелі аспап. Бұның негізгі атауы сылдырман домбыра қазақша. Енді мына түрік халқының, мына Азиядағы түрік халықтар барбап деп солай атап кеткен. Ал енді бізге жеткен сылдырман домбыра. Сіздердің қазіргі бір күн тұсауын кесіп отырмын осы аспаптың. Түрік тілдес мемлекеттерде осы аспап бар ма қазір? Әрине бар. Енді бізде негізі шертпелі аспаптардан көп қой. Енді түрік елдерінде мысалы шертпелі аспап, ілмелі аспаптардың бәріне бір-бірімен етіне ұқсас болып жатады. Бұл аспапта мысалы түріктерде де бар, вуд деген аспап бар. Ал бізде кеңінен таралған қазіргі осы барбыт деген аспап. Бұны орындап жүргендер қазір санаулы ғана. Сіздер де бұрын соңды енді көрмегенбіз мүлдем. Бұның негізінде қазақ елінде бірден бір сол Жошыда бірге ансамбльмен бірге орындаумен бірге арғай насихаттап жүрмін деуге де болады. Айырмашылығы қандай басқа аспаптардан? Айырмашылығы мүлдем бізде лекция концерт болады ғой. Келген қонақтарымыз бірден алаттағы гитараға ұқсатады. Бұны алдымен гитараның стройында тартып кеп жібергенде шашырап кетеді басқаша. Сосын таңғалады, қалай бұл? Өзгешелігі қалай? Сонда бұның танысы строй мүлдем басқа. Ал енді бірнеше ерекшелігі қазақтың жетіген білесіздер. Адырна, шертер, міне сол бірқанша аспапта өзі шығарады. Өне бойынан. Мысалы домбыра тартуға да болады, жетігенге іліп те тартуға болады, адырнағы ойнауға да болады. Ал сол аспаптармен үндестігі бір-біріменен дыбыс үндестіктері өте жақын енді. Бірін-бірін тапқандай мысалы туыстық қарым-қатынас жағынан. Бұл сонда мықтырақ болып тұр ғой, әмбебап, иә? Әрине енді әр жақтылы. Аспаптың жиынтығы. Өте дұрыс айтасыз. Әр жақтылы сондай бір ерекше қасиетті қазағымыздың төл аспабы. Керемет. Енді мен бір сұрақ қойыңызшы, қасыңыздағы жолдасыңыз, иә? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, осы аспап арқылы қаратып алдыңыз ба, қалай болды, қалай таныстыңыздар, иә? Ол енді шындық десе. Әрине жолдасым Венера қазақтың негізгі мына классик билері болсын, қазақтың ұлттық билері болсын, әр жақтылы бағытталып жүрген билерді зерттеп келе жатыр деуме болады. Қазір кезде өзі кез келген музыкаға, кез келген ұлттық музыка болсын, соған өзі постановка қояды. Өзі Инстаграм парақшасына сол арқылы өзі жолдайды, соған ой қосады. Сөйтіп біз өзіміз отбасы арасында да сондай бір музыкаменен тіл табысып жатырмыз, тілдесеміз. Менің көптеген шығармаларыма да арқау болған менің осы жолдасым. Музаңыз ғой сіздің. Иә, ана жер былай болады, ана жерін былай алсаң деп маған ой көрсететін де осы жолдасым Венера ханым. Бүгін бірінші рет сіздердің осы орталыққа келіп отыр, Қазмедиаға. Қош келдіңіз.
Иә, сіздің Инстаграм парақшаңызды көріп сондай сүйсіндім. Анау экранның ар жағынан сіздің темпераментіңізді сездім. Міндетті түрде кейін бізге билеп бересіз. Енді сіз бізге мынау бірегей аспаптың дыбысын естіртсеңіз, бір туынды орындап берсеңіз. Керемет, иә? Барабанын естіп тұрмын. Расында шағын оркестр сияқты, иә, барабан да, гитара да, домбыра да, иә, жетігенде ноталар естіледі. бір қанша аспап ойнап жатқан сияқты сезілді ма? Керемет, аха. үні өте ұнады, керемет екен. Бірінші рет естіп тұрсыз ба сізде? Мен де бірінші рет естіп тұрмын. Наурызбек мырза, сіз не дейсіз? Эксперт ретінде айтыңызшы, журналист ретінде. Мен шертерді, менің інім туғаным шертерді оқып жатыр қазір, ұлт аспабы несінде. Шертерге ұқсайды екен кішкене. Әрине, иә. Тыңдағам, бірақ бұл аспапты бірінші рет біліп Өте әдемі екен. 2023-те көшіп келдік деп жатсыздар ғой. Негізі қазақпыз дейсіздер. Қазақстанда қалай тойлап жатыр? Ұлыс күні тойлаған ұнап жатыр ма? Енді маған болған әсерін бірден айтайын. 23-те келдік. Карантин кезінде келген сияқты. Карантин кезінде, қиын кезінде. Бірден қамалдыңыздар ма? Өнерге шөлдеп келген адам бірінші рет Наурызды тойлаған, ол біз үшін үлкен басқаша болды. Шынымен де қазақи киіп алған әжелеріміз қандай, басына ақшылауыштарын киіп, кимешектерін киіп, бәрі қазақи шуалып кетіп бара жатқан өзіміздің қазақтарымыз көресіз. Соны көріп қатты тебіренгем. Кәдімгідей мақтаныш тұтып, ой шіркін, не деген біздің Наурызымыз қандай керемет тойланады деп, сондай бір қуаныш сезімде болған. Өзім енді айтып жеткізе алмаймын. Оны енді барыппен жеткізуге болады. Жеткізіңіз, кәнеке. Бір ән айтамыз ба? Өзіммен арыстың, бойында таныстың, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдым сен. Сені гүл күндей, қайдасың ол күндей, сен іздеп арманым, сыр ойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр ойын шарладым. Қандай тамаша апамыз. Ән айтпайды, мен өзім айтып кеттім ғой. Отқан біле білсем, мен кішкентайымда сұмдық биші болғам. Қойш. Иә, бірақ біз бала күнімізде қамажай, балбырауын, келіншек билерін ғана билеп өстік қой. Кейін қара жорға ерекше трендке айналды. Қазір бірде-бір той осы бисіз өтпейді. Дұрыс айтасың, енді қазақ биі жай қимыл емес, бұл бүтін бір тарих десе де болады. Көшпелі өмірдің танасы, табиғаттың көрінісі, бәрі енді би арқылы жеткізген ғой. Әр қимылдың өз мәні болады дейді, өз тілі болар деседі. Енді бірақ біздің денеге осы енді жарықтық бір қонбай қойды, шыны керек. Енді нағыз маманнан сұрайықшы бидің тарихы туралы. Ортамызда кәсіби биші Венера ханым отыр. Қош келдіңіз. Қош келдік. Иә, қазақ билеген ба? Өйткені қазір айтады ғой, қара жорға Моңғолдан келген би деп. Сіз не айтасыз? Әрине қазақ билеген. Той тумалақтарда болсын, мереке мейрамда болсын, қазақтың биі кезінде ерекше дамыған. Одан кейбір жағдайларменен би біраз басылып көрінбейді, орай жоқ болып солай болды. Одан кейін енді қазір билер зерттеп, дәріптеп үлкен кісілер қайтадан өз-өзіне қалпына келтіріп, бұрынғы кісілердің, өткен дәуірдегі кісілердің билерін сахнаға алып, көрермендерге көрсетіп, біздің халықтарға көрсетіп жатқан жайлары бар. Естеріңізде ме, кезінде осы бірнеше жыл бұрын Шұғыла деген бір биші шықты. Мен фанат болатын сұмдық. Бәрі таң қалды. Бәріміз таңдайымызды қақты, иә, апа? Айдың нұры, иә, қателеспесем бір би болушы еді ғой, керемет әдемі. Жалпы қазақтың биін байқайсыздар ма? Темперамент сезіледі, иә? Анау скандинав елдерін қарасам, бір баяу билейді, ешқандай не жоқ, эмоция жоқ қой. Қазақ бір ана жаугершілік екеніміз, бір не лаулап тұрған, иә, өзіне ұнайды. Адамды серпілдеді. Мысалға бүркіт биі, бүркітші биі.
бір үзіндісін көрсете аласыз. Мысалы андай би бар ма? Атта шауып келе жатқан соны көрсететін. Әрине болады. Белебем осып кетті ғой кәдімгідей. Енді еңбек биі. Еңбек биі. Браво, керемет. Иә, Теңай. өте әдемі. үйлеріңізде күнде концерт дейсіздер ғой. Иә. Біз енді сол концертпенен жүреміз күнде өтті. Бақытты жан екенсіз. Рахмет. Тағы бір би жайлы, би өнер жайлы күшті деректер болса бөліссеңіз. Қара жорға биін айтып берейін, біраз үзіндісін. Қара жорға биі алдымен аталуын зерттеп көрдім өзім. Өйткені кішкентайымнан бастап билегенмін. 4 жасымдан бастап билеп, осы қара жорға биді билеп. Дәріптеп келе жатырмын. Иә, дәріптеп. Той тумалақтарда билейсің, сен күшті билейсің деп үйдегілер ертіп барады тойға. Ол рас, сіз күшті билейсіз. Енді аталуынан бастаса қара жорға биі. Қара жорға деп өзінің атауында да сіздер түсініп жатсыздар ғой, мысалы жорға, қара түсті жорға. Бірақ оның ар жағында тағы да бір мән мағына жатыр. Былайша айтқанда, қара деп біз қарапайым халықты айтуға болады. Мысалы, қара сөздер, қара шаңырақ деп айтамыз. Ал қара деген оның ар жағында және де бір мән мағына жатыр. Қара дейді ғой. Қара, маған да қара. Ал енді жорға, қазақ халқы жорғаны, атты, жылқыны өте жақсы көргенбіз. Киелі жануар. Иә, киелі жануар өзіміздің досымыз сияқты болған. Ал соған бейнелеп, соның рухын, сол сияқты күшті жанды билесінші, біздің ұрпақтар соны жалғастырсыншы, аттың ізі сияқты жүрсінші деген себеппенен қара жорға халық биі, қарапайым халық биі. Ар жағына мән мағына жатыр дейсіз. Және буын биі ғой, денсаулық үшін пайдалы. Сіздер білетін шығарсыздар, иә, зейнеткерлер. Сұмдық, соңында билейміз барлығымыз. Иә, дайындалыңыздар. Ағамыздың жасарып тұруында бір себебі осы қара жорғаны көп билейді ғой. Ал енді екіншісінде де зерттеп көргенімде, бағана сіздер айтқандай, денсаулыққа өте пайдалы. Одан кейін көңіл күйді жақсы сыйлайды. Одан кейін және де қарым-қатынасты жақсартады. Мысалы, тойларда туыс туғандар бір-біріне ұзақ уақыт, кейбіреулер таудың ар жағында болған, кейбіреу таудың бер жақ бетінде болған. Туыстық қарым-қатынасты Аманғалидың бір айтқанда біріміз, келіндер бірлікте билейміз деп бір. туыстық қарым-қатынасты жақсартады. Ерлі-зайыптың арасында қарым-қатынасты жақсартады. Одан кейін балаларға рухани, рухты үйретеді. Одан кейін дәстүр жалғастыруды үйретеді. Өте құнды, өте жақсы би. Жалпы би өнер ең әдемі өнер, иә? Меніңше мына Американ индейцтері бар ғой, солар мысалға анау неден аңшылықтан кейіннен билейді ғой, өздері арнайы дыбыс шығарады. Меніңше қазақта да сондай болған, иә? Шаманизм дәуірінде наурызда біздің табиғатымызға жақын себебі би өнері. Сонымен қара жорғаны билеп берсеңіз.
наурыздың ең басты нышаны наурыз көже. Оның құрамындағы 7 дәм, 7 ырыстың белгісі. Қуаныш, денсаулық, байлық, ақыл, береке, күш қуат және молшылық. Ал көже пісірілетін қазан бірліктің, тоқшылықтың символы. Қысқасы, көжені көп ішсең жыл бойы тоқ жүресің дейді ғой. Жансұлу ханым, сіз бізге наурыз көже әзірлегелі жатырсыз, иә? Әрине, армысыздар. Көктемнің келуімен, жыл басының басталуымен бұл біздің қасиетті мерекеміз наурыз. Яғни наурызда біз қазақ халқы достық мерекесі деп айтады, бірлік мерекесі, ынтымақ мерекесі деп айтады. Енді сол мерекенің басты символы бұл наурыз көже. Наурыз көже ежелден келе жатқан ата-бабамыздың көне қасиетті тағамдарының бірі. Наурыз көже 7 түрлі дәмнен жасалады деп дәстүр бойынша айтылады. Енді Алла бұйыртса, биылғы жылқы жылының алғашқы наурыз көжесін сіздерге жасалу жолмен бөлісейін. Ең бастысы 7 дәмнен жасалады дейді, ол қатып қалған қағида жоқ. 7 түрлі дәм, ең бірінші асатын етіміз. Ет бұл берекенің, тоқшылықтың нышаны деуге болады. Яғни етті суға қайнатамыз. Су ол табиғаттың бастауы, табиғаттың көзі деп айтуға болады. Тазалық деп. Енді ол етті суға пісіргендіктен тұз саламыз. Тұз не? Бізде тұз ол дәм береді. Өмір дәмді, тәтті болсын. Тұрақтылықтың белгісі деуге болады тұзды. Енді біз сол етті қайнатылған сорпаға ең әуелден мына 7 түрлі дәм дейміз, бірақ біз бүгін 7 түрлі дәмді дақылдан жасаймыз. Ең бірінші бидай, бұқтырылған бидай және де 2 түрлі жүгері алып келдік. Біріншісі сары, екіншісі ақ жүгері. Бұл түрік бұршағы. Сонымен қатар бізде мынау үрме бұршақ, қызыл үрме бұршағын қосамыз. Осы жыл ерекшелік болсын деп, мына жерде булгур деген дән, бұл енді бидайдан жасалатын, бидайды кептіріп, қаптап, оны үрлеп жасайтын, бұл бұршақ болғандықтан бұл булгур біз қосамыз. Және сүйікті өзімнің дақылымды көріп тұрмын, киноа ғой. Диетологтар, көп жағдайда диетологтар және нутрициологтар қазір кеңес беруде глютенсіз, өте пайдалы. Дақыл деп, енді біз ерекшелікке енді маш қосатын еді, күріш қосатын еді, енді биыл ерекшелікке біз киноамен және булгурды қосқалы тұрмыз. Арықтағысы келіп жүрген қыз жігіттерге бұл таптырмас азық, өте пайдалы, дәрумендерге бай дақыл. Енді осының барлығын біріктіретін бізде ағарғандар, бұл жерде қаттық, яғни құрт қоспасы десек болады, бұл ферменттерге бай, ішектерімізге сол жақсы қызмет атқарады. Бұл ағарған енді молшылықтың символы десек болады. Енді біз осы дәндердің барлығын қайнаған сорпаға біріктіретін боламыз. Және ең басты ингредиентіміз бұл жылқының сүрленген еті. Ал бастаймыз. Ең бірінші бисмилля деп Аллахтың атымен бастаймыз. Жансұлу ханым, менде мынандай сұрақ. Наурыз көжені өзіңіз жақсы көресіз ба? Өте қатты жақсы көремін. Біз сүйсініп жейтін, ол біздің отбасылық дәстүрлі тағамдарымыз. Мен де керемет жақсы көрем, бірақ наурыз мерекесінде ғана әзірлейміз. Мен өз үйімде солай. Мейрамханаларда тапсырыс көп түсе ма? Жыл 12 ай. Жыл 12 ай негізі дәстүрлі дастархандардан үзілмейтін тағам ғой. Неге десеңіз, бұл шөлді басады біріншіден. Бұл дәнді дақылдардың барлығы ферменттерге бай, амин қышқылдарға бай, сонымен қатар минералдарға бай. Біздегі табиғи Алланың жаратып берген дақылдары. Бұл дақылдарды күнделікті үй тағамда сорпаларға қосуға, немесе екінші ас есінде гарнир есебінде пайдалануға болатын дәнді дақылдар. Енді күнделікті қолданыста біз бидай көже, жүгері көже деп асханалық түрлері бар, асханалық күнделікті ас мәзірінде табылатын наурыз көжеден бөлек біз сорпаларды дайындаймыз. Енді мен көз мөлшермен қосып жатырмын барлығын. Наурыз көженің тұрақты рецепті де жоқ қой, қыстан қандай тамақ азық қалды, соны араластырып жей береді, бұл қазақтың ұлттық тағамы ма, әлде басқа да түркі тілдес елдерінде бар тағам ба? Жалпы наурыз мейрамы түркі тілдес халықтардың тойлайтын мерекесі ғой. Мысалы, мына жерде қазір мен түрік бұрышы деп жатқаным нут. Бұны өзбек ағайындар көп жағдайда палауға қосып жатады. Енді мен үнемі диетада отыратын адам ретінде сұрайыншы, бұны диеталық тағамға жатқызуға бола ма? Диеталық тағамға? Енді диеталық тағамға мен булгурды айтушы едім, киноамен. Диеталық тағам деп, өйткені олар қарынды тоқтығын
көп қамтамасыз етеді. Ол асқазан ішек жолдарында біз өзімізді аш сезінбеуге көп әсер етеді. Сол себептен оны диеталық тағам, өйткені тағамдық тұтынушылықты көп пайдалана бермейтін болғандықтан, оны жеп кішкене өзіңді тоқ сезінесің деп. Сосын бұршақ дақылдардың ішінде өсімдік ақуызы көп қой. Етте кәдімгі ақуызға бай, сондықтан нағыз бұлшық ет қалыптастыратын адам үшін бұл таптырмас азық. Міне осындай әдемі үйлесімділікпен біз наурыз көжені жасадық. Керемет, әдемі шықты. Көжеміз дайын болды. Бағыма орай мен бірінші дәмін татам. Әрине, өзіңіз көріңіз бірінші, бағасын бере кетіңіз. Өз басым өте жақсы көрем бұл тағамда. Бісміллә. Керемет. Менше бір-бірімен күшті үйлеседі. Ас болсын. Рахмет. Ұлысымыз оң болсын, наурызымыз құтты болсын. Рахмет сізде жаңа жолыңызбен. Дегенмен қазақтың ұлттық киімі қандай әдемі. Осындай киімді тек мерекеде ғана емес, күнделікті өмірде де киюіміз керек. Қалай ойлайсың? Дұрыс айтасың, қазір ұлттық нақышқа қызығушылық артып келеді. Бүгін қазақ болу тренд. Тренд емес, бұл біздің болмысымыз. Дұрыс айтасың. Шынымен де барлық жылтыраған әдемі көйлектерімізді осындай ұлы мейрамда, наурызда киюіміз тиіс деп ойлаймыз. Бұл жолғы ұлыс күні тіптен Рамазан айына келіп жатыр екен. Күн кеше тойлатқан оразамыз бар, тіпті айдың ортасында жаңа ата заңды да қабылдадық. Бәрін айтта бірін айт, осындай жақсы мейрамдар көп болсыншы. Мереке дегенді қатты жақсы көрем өз басым. Адамдар бір-біріне жылы шыраймен қарап, жақсылық тілейтін, дәстүр дәріптелетін бұл мейрамды ерекше жақсы көреміз ғой, я? Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын.